Сәлем достар, IT-ге кіріспе курсына қош келдіңіздер. Менің атым Ғани. Мен осы курсты қарапайым халық арасында IT-ға қызығушылықты тудырту үшін жасаған болатын. Өйткені қазіргі таңда IT өте қарқынды дамып жатыр және осы саланы меңгеру біз үшін өте маңызды деп ойлаймын. Өйткені бізге прогресстен қалуға болмайды. Және осы жолға түскен адамдар үшін IT өте үлкен мүмкіндіктер ашады деп сенемін және табыс жағынан да жақсы көрсеткіштерге жетуге мүмкіндік береді. Енді осы курс барысында не қарастырамыз, соны айтып кетейін. Біріншіден, біз IT дегеніміз не және ол қандай салаларды қамтиды, немен айналысады, осының барлығын қарастырып кетуге тырысамыз. Екіншіден, одан тереңірек түсеміз, яғни IT-дің қандай салалары бар және әр сала немен айналысады, қандай даму жолында кетіп бара жатыр, соның бәрін қарастырамыз. Және үшіншіден, одан да төмен түсіп, сол әр IT саласында қандай мамандықтар бар және әр мамандық немен айналысады және қандай жауапкершіліктер бар, осыны сіздерге түсіндіріп кетемін. Және осы курстың аяқ жағында мен IT маман даму жолдарын сіздерге көрсетемін. Яғни осы жолға түскен маман дамудың қандай сатыларынан өтеді және әр сатыда қандай тәжірибе жинайды және ол тәжірибені жинауға шамамен қанша уақыт жұмсайды. Сонымен қатар Қазақстан нарығында әр сатыда осы IT маман шамамен қанша табыс табады, соны да сіздерге көрсетуге тырысамын. Мінекей курс осындай қысқаша мазмұны. Енді бұл курс кімге арналған, соны айтып кетейін. Біріншіден, курс IT-ге қызығып жүрген, бірақ неден бастарын білмей жүрген болашақ IT мамандарына арналған. Екіншіден, жай ғана осы IT жайында білімін кеңейткісі келетін адамдар үшін маңызды болады деп ойлаймын. Өйткені IT жайлы білу, оның тенденциялар жайлы білу қазіргі заманда карьера жағынан да, жалпы жетістіктер жағынан да көмегін тигізеді деп ойлаймын. Мінекей осындай. Енді келесі сабақта өзім жайлы қысқаша түсіндіріп кетемін. Егер қызық емес болса, одан кейінгі сабаққа өтіп кетулеріңізге болады. Рахмет.